Ерінбегеннің бәрі дінмен алысатын болды. Кешегі біздің аталарымыз құрметтің үлкені дінге деген құрмет дейді. Бірақ жағы сіздің сөзіңізге енді мен қарап айтайын, шын қазір өзі бір таза ақылдың бағытымен табылмаған дін ол шынайы емес. Бізде дінді әлі жараң сенім ретінде қабылдайтындар көп. Өзіңіз айтқандай жаңағы имамдардың уағызын естиді. Өздері жаңағы Құранды толығымен оқып бітірмеген, бірақ кейде саған ақыл айтқысы келіп тұрады, сені дұрыс жолға салғысы келіп тұрады. Мен ылғи өзімнің айтып жүрген бір сөзім бар. Сақтан қалған салтым, оннан қалған ғұрпым, түркіден қалған жұртым бар. Соның бәрін қазаққа байлаған дейміз деп. Қазақтың діні мен ділі діңгегі әлемі ілкі жұрттан да ілгері болады. Бүгінгідей дәрежеге емес, даланың даналғы заңына бағынып жүрген. Күн айын тілегінде, Құдайын жүрегінде